Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге тағы да мен Сико Кейсет, және де біз бүгін эфирде Sandbox деген ойынды ойнайтын боламыз. Егер де сіздердің естеріңізде болса, мен алдында сағыз адамдарды айтқан болатынмын. Мен келесіде эфирде Sandbox деген ойынды ойнайтын боламын деп, бірақ та мен бұл ойынды эфирде Sandbox деп айтпаймын, мен бұл ойында скрап механик деп жазамыз, және де скрап механик деп атай беремін, бірақ та скрап механикке мүлде де ұқсамайды. Біз бірінші серияда тек қана үй мен машина соғатын боламыз. Келесі серияларда машина соқпаймыз, енді үй соғамыз. Келесі серияда гараж, машина, одан кейін зымыран сөйтіп кете береміз. Енді біз үйімізді бастайық. Үшін біз мынаны көбейтіп қоямыз да, өйстіп фултаметін қойғамыз. Достар, маған енді осындай жетеді деп ойлаймын. Үстіне тағы бір қос жіберейік енді, әйтпесе тым төмен сияқты бұл. Өйстіп қоямыз да, өйстіп жіберейік содан. Асып біттік қой. Мінекей достар, мен бұның үйімнің фултаметін соғып болдым. Енді нәрге бір баспалдақ соғып жіберу керек. Әдемі кетті. Кешіріңіздер. Достар, мінекей мен қайтып оралдым. Фултаметті, яғни баспалдақты енді өйстіп қоя салсақ та жетеді деп ойлаймын. Астынан мынандай орын бар. Бұл да бізге жетеді деген ойдамын, және де. Ал енді артық достар шығыватса кешіріңіздер. Және де біз деген неге фултаметті соғып біттік деп айтуға да болады негізі, бірақ әлі бітпедік негізінде. Неге өйстіп екі шетін салып жібереміз. Және де өйстіп қойайық. Неге бізде осындай баспалдақ шықты. Ал енді біз үлкейтеміз мұны. Өйстіп қоямыз да, үлкейту үшін үстін басамыз, қисайтамыз. Так, және де ендіген тура осындай етіп алуғамыз. Қараңыздар, өте керемет болды деген ойдамын. Айналдырамыз. Мына жерге қойып, тойны жоғарға көтереміз. Достар, ровно қараңыздар. Үшін аяғда ровно. Өстеміз. Ой, шықпеттік. Неғ басқасын алып. Артық достар шықса кешіріңіздер. Мына жерде есіктің орнын тастап кетеміз. Өстіп қойып. Әйтпесе төменнен бір қабаттағы етпісі өте қиындау кішкене. Енді өтеміз кішкене қиындау. Өте деген соң. Айналдырамыз. Ё-майо, неге қараңыздар осындай есік жетеді деп ойлаймын. Надан да кішкене шығартуға болады. Жалпы 2 блоктан, бірақ та осылайның 5 блок болып тұрғаны жақсы сияқты менің ойымша. Сол үшін осылай тұрады. Және де біз подшипникімізді аламыз да мына жерге қоямыз. Және де достар, біз қазір маны қоямын. Және де өсіп қоямда. Достар, бұны жастырту үшін Google, Chrome, ондай заттарға кірудің қажет жоқ. Жай ғана бұңай маркеттен жастырта саласыздар. Мінекей мынандай болып тұр, мынау қараңыздар. Және де подшипник тұр, мінекей мына жерден. Және де мына жерді біз бойынан алып тастаймыз да. Достар, менде қараңыздар, модтар бар, кішкене болса да. Яғни
өте көптеген заттар істеуге болады. Бірақ та мына машин солардың отыратыны жоқ, дөңгелектері жоқ. Сол үшін олардан мен көп қолданбаймын. Ал енді бізге есік бұралу үшін осы керек. Алынды ма? Алынбапты. Аламыз мінекей. Және де кешіріңіздер, жарнама ашып кетті. Қазір Wi-Fi-дан ашып кететін боламыз. Қазір Wi-Fi-дан ашып кеткенмен. Көшіреміз. Салып. Ал енді біріншіге ауыстырамыз да. Мынаны осылайынан қоямыз. Мына жерге бізге енді кнопка керек. Есікті ашып жабу ыңғайлы болу үшін кнопканы біз мына жерді сындырамыз. Кнопканы салып, және де кнопкамызды аламыз. Мінекей кнопка осылайынан болады, короче. Және де біз қайтадан осы кнопканы аламыз да, мынаған кірісеміз, мынаны алып, мына подшипникке байланыстырамыз. Ал енді мынаны басамыз да 90-ға барамыз. Есігіміз ашылу үшін, ал жабылу үшін -90-ға барамыз. Мінекей дұрыстап істеп қойдым. Мына есік ашылайын деп тұр, бірақ та ашыла алмай тұр. Өшіріп қояйын мен қазір. Мына жерлерді кетіреміз. Қазір бұл жерлерді кішкене басқа жалау етіп істейтін болам. Достар, өте керемет ойын. Сіздер де жаздырып алыңыздар. Және де артта дыбыстар шықса, өте кешіріңіздер. Мінекей ішке ашылып тұр, сол үшін біз мына бұрыш өретін боламыз. Ал енді далаға сырттан сыртқа қарата ашылатын болды. Есігіміз дайын біздің осымен. Енді дайын деп айта алмаймын, әлі мына жерден біз қазір мынаны аламыз. Және де осыны қоятын боламыз. Мінекей осылай. Неге қараңыздар, сонда әрі жабық тұратын аярлар, үйге шел кірмейді, тек қана нәрден кірмейтін болса, кіреді тек сол жерден ақ. Негізінде нәрді жауып, екі шеттен қойсақ, мына бір затты, мұнда бір шетінен ашасында, екінші шетінен жаба алмай қаласың, не болмаса аша алмай қаласың. Сол үшін мен ондайларды екі шетінен қоймайын. Негізі екі шетінен қойға болады, бірақ та мен екі шетінен қойып білмеймін. Сол үшін мен әзірге осылайынан қоятын болам. Енді мінекей достар, біз деген ең жоғарысына кішкене шықпай қалды. Мінекей осылайынан қойдық. Достар, қараңыздар, және де біз мынаны бассақ ашылатын мінекей. Ал егер де төртбұрышты блок қойсақ, ашылмайды бұл есігіміз біздің. Және де ішке кіреміз, ішінен жоламыз. Мен әрді енді не істейін, жопсаң мен әрді осылайынан. Бір екі блок артық кетіп қалды, енді оған мен келмей қойыңыздар. Және де біз есігімізді жабамыз. Достар, мен екі бөлмелі не салам. Және де біз крышасын істеп тастаймыз. Және де жақсылап тұрып екі бөлмеге бөлетін боламыз. Енді кешіріңіздер, телефоным кішкене лагает етіп жатыр. Кірген жерді бөлек бөлейін. Қараңыздар, не кірген жерді осылайынан қоятын болам. Достар, енді екіге бөлмеймін деп шештім. Кішкене екіден де көбірек етіп бөлем деп шештім. Енді
4 блок едик, енді штыкын 3 блок етсек слишком шыға болып қалмады деп оны 3 блок едик жарайды. Аты 4 блок деген жатты. Бірақ та сырттықын 5 блок болса да қойдық енді. Неге қараңыздар, өйстіп қойдық. Біз ровно 7 қойда тексеріп жүрдім. Демай, ішіне алдық қой. Астын кішкене қысқарту керек. Неге осылайны. Өте жақсы қысқарттым деп ойлаймыз. Еміз смайлау өте береміз. Қараңыздар. Мынау тупа перехожка. Және де біз нәрді есігімізді жасаймыз. Достар, енді бұл жердегі есікті осы жақтан ашылатын етеміз. Және де ішкеміз сырт. Яғни, қайыққа етті. Қарчу, наяққа қараты ашылатын болады. Қарчу, есігіміз біздің, наяқтағы есігіміз. Неге есік қоямыз? Наяқта кетіріп, кнопшкамызды қоямыз. Еще кнопшка дейін қойыпты. Мына жерді сындырамыз және де осылайна мінеки тағы бір блок сындырамыз. Мінеки мынаны аламыз да қоямыз. Так. Мынаны алып байланыстырайық енді. Мынаны мынаған. Мінеки. Қараңыз. Және де осылайнан шығатын болды. Осылайнан шықты, яғни шығатын болды емес. Және де біз дәл банағыны плюс 90 мен минус 90 ететін боламыз. Неге плюс 90 болды? Енді 100 болып кеткен ғой. Так. Ал енді 100 болып кетер. Енді кешіріңіздер. Басылып кетіп жатыр. Так. Неге минус 90 және де плюс 90 етіп қойдым. Ашылмай тұр жоқта. Походу нәрлерді кетіруіміз керек. Аға. Нәрлерді кетіреміз. Ё-май. Неге ашылды бізде? Достар, кішкене күте тұрыңыздар. Достар, мінеки мен қайтып оралдым, және де бізде мінеки дәл осындай есік шықты. Ашамыз. Мінеки мынандай енді кішкене бір түрлі болуы мүмкін. Сонда да осындай етіп шығардық. Себебі басқаша етіп шығара алмадым мен. Енді біз наяққа өзіміздің бөлмемізді жасайық та. Ал наяқ көзіне болсын, осы үлкен жер. Және де біз өзіміздің бөлмемізге де есік жасаймыз. Короче, мен стопқа қоям. Үйімді жасап біткеннен кейін сіздерге сыртынан бір дұрыстап көрсететін болам. Достар, мінеки мен қайтып оралдым. Және де біз мінеки осындай шағын ғана үйімді аяқтадым. Және де біз өйстіп кірген жердің есігін ашамыз. Ішіне кіріп, қайтадан жауып аламыз. Нәрге кіреміз да, мынаны ашып, масағынан кіреміз. Енді кішкене бір түрлі болуы мүмкін. Енді бұлайнан ашылып жабылғаны және де өтетін жерлері. Оларға мән бермей қойыңыздар. Мына жерді бітеуді ұмытып кеттім, енді кешіріңіздер. Нәрді мен қазір жылдам бітеп сайын. Бірлікке қойыңыз. Неге бітедім? Және де мынау менің бөлмем. Айтпақшы достар, ішіне неге шиқас жоқ? Анандай деп атсаңыздар, короче, бұл ойында шиқас деген нәрсе жоқ. Себебі неге қараңыздар, мен сіздерге көрсете өтейін. Енді кішкене мынандай заттар бар, бірақ та бұлардың не зат екенін білмеймін. Соларды алып көрем-ау деймін. Мынаны алдық. Мінеки достар, үшінші бетте тұр. Екіге ауыстырамыз. Мынау не зат екен? Көреміз. Ё-майо, мынау не зат құрсын, нәп-нем ғой. Короче, танктың ба әйтеуір
сондай ататын заттар екен. Бұлар жиһаз емес енді. Ой, қойшы өттің. Мінекей мыналарды ататын. Мінекей қараңыздар. Короче, мыналар сондай ататын нәрселер екен. Короче, үйде жиһаз болмайды енді, жай ғана іші босты үй болады. Және де біз келесі бөлімде не істейтін боламыз? Гараж және де машина істейтін боламыз. Сол үшін келесі бөлімді асыға күтіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Сикокесет, және де барлықтарыңызға да сау болыңдар.